Саламатсыздар ма, білім алушылар? Дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз қауіпті әдеттерден туындаған төтенше жағдайлар. Яғни қарастырамыз нашақорлық, есірткіге тәуелділік және алғашқы белгілері психикалық және физиологиялық тәуелділік. Жалпы қазіргі қоғамда адамдардың денсаулығына қауіп төндіретін факторлардың бірі қауіпті зиянды әдеттер. Яғни оларға есірткі қолдану, алкогольді шамадан тыс пайдалану, темекі шегу және ойын құмарлық. Сонымен қатар бұл әдеттердің барлығы жеке адамның ғана емес, сонымен қатар қоғамның қауіпсіздігіне, ұлттың болашағына және мемлекеттік әлеуметтік тұрақтылығына қауіп төндіреді. Осындай зиянды әдеттер салдарынан психикалық, физиологиялық және әлеуметтік сипаттарға төтенше жағдайлар жиі орын алады. Жалпы нашақорлық және есірткіге тәуелділік, нашақорлық бұл жалпы есірткі заттарын үнемі қолдану нәтижесінде пайда болатын созылмалы ауру. Ол адамның психикалық және физикалық тәуелділігін тудырады. Себептері: жастардың қызығушылығы мен қоршаған ортаның әсері. Сонымен қатар отбасындағы тәрбиенің әлсіздігі, достарының ықпалы, психологиялық күйзеліс, жалғыздық, стресс, есірткіге қолжетімділіктің жеңілділігі. Ал есірткіге тәуелділіктің алғашқы белгілері: мінез құлықтың күрт өзгеруі, үнемі шаршаңқылық, ұйқышылдық немесе керісінше қозу, көздің қызаруы, тарылуы немесе үлкеюі. Сонымен қатар дене салмағының азаюы, қоғамның оқшаулау, жалғыздықты ұнату, ақша жоғалту, өтірік айту, ұсақ ұрлық жасау. Психикалық және физиологиялық тәуелділік. Біріншіден, психикалық тәуелділік. Адам есірткі қолданғанда оған өзін жақсы сезінеді, көңіл күйі көтеріледі, өзін сенімді ұстайды. Екіншіден, физиологиялық тәуелділік. Организм есірткіге үйреніп кетеді, оны қолданбаған жағдайда ауырсыну, қалтырау, жүрек айну, ұйқысыздық байқалады. Салдары: денсаулықтың толық бұзылуы, яғни жүрек, бауыр, ми аурулары, сонымен қатар ақыл-ойдың төмендеуі, агрессия, қоғамның оқшаулану, қылмысқа бару, ерте өлімге әкеледі. Алкоголизм, яғни алкоголизм бұл алкогольдік ішімдіктерге тәуелділік, яғни спирттік заттарды жүйелі түрде және шамадан тыс пайдалану нәтижесінде қалыптасқан ауру. Пайда болу себептері: стресс, көңілсіздік, жыныссыздық, қоршаған орта мен достар ықпалы, отбасылық мәселелер және тәрбиенің жетіспеушілігі дейміз. Жалпы белгілер: күнделікті ішімдікке тәуелді болу, жадтың нашарлауы, ашуланшақтық, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі, отбасы мен қоғамнан алшақтау, дене аурулары, бауыр циррозы, асқазан жарасы, жүрек аурулары. Сонымен қатар әлеуметтік салдары: отбасының күйреуі, қылмыс пен тұрмыстың, зорлық-зомбылықтың артуы, еңбек өнімділігінің төмендеуі және жол көлік апаттары, өрт жағдайларының көбеюін айтуымызға болады. Темекі шегу. Темекінің зияны: темекі түтінінде 4000-нан астам зиянды зат бар. Олардың ішінде никотин, көміртек тотығы, смола, аммиак, бензол, мишакты айтуымызға болады. Сонымен қатар темекі шегудің салдары: өкпе, жүрек тамырлары және асқазан аурулары, терінің сарғаю, тістің бұзылуы және репродуктивті жүйенің әлсіреуі, ерте қартаю және өмір ұзақтығының қысқаруы. Ал темекі есірткілік заттардың жеңіл түрі: темекі шегу көбінесе есірткі мен алкогольге бастайтын алғашқы қадам болып табылады. Ойын құмарлық, яғни лудомания және игромания дейміз. Яғни бұл жерде адам құмар ойындарға, яғни психологиялық тәуелді болып қалатын ауру. Бұның белгілері: уақыттың көп бөлігін ойнауға арнау, қаржылық қиындықтар, қарызға бату, өтірік айту, агрессия, депрессия, сонымен қатар отбасылық және әлеуметтік байланыстардың бұзылуын айтамыз. Салдары: материалдық шығын, психикалық күйзеліс,
кей жағдайда өлімге дейін баруы және қоғамдық қызмет қауіпсіздікке қатар банағы ұрлыққа, алаяқтыққа тағы басқаларға баруы. Жалпы бұндай жағдайлардың алдын алу шаралары біріншіден білім беру және ағарту жұмыстары, яғни оқу орындарында зиянды әдеттердің зияны туралы тұрақты түрде дәріс, семинар, тренингтер өткізу. Сонымен қатар екіншіден отбасындағы тәрбие, ата-ананың бақылауы мен қолдауы ең тиімді алдын алудың әдістерінің бірі. Үшіншіден дене шынықтыру мен спорт. Яғни белсенді өмір салты психологиялық тұрақтылықтың негізі. Төртіншіден психологиялық көмек көрсету, тәуелділік белгілері бар адамдарға психолог пен нарколог көмегін уақытылы ұйымдастыру. Бесіншіден мемлекеттік және қоғамдық бақылау, есірткі мен құмар ойынның бизнестеріне қарсы заңдарды күшейту. Және қоғам осыны ұйымдастыруды белсенді ұйымдастыру болып есептелінеді. Қорыта келгенде қауіпті әдеттерден туындайтын төтенше жағдайлар қоғам мен адамның өміріне қауіп төндіреді. Нашақорлық, алкоголизм, темекі шегу және ойын құмарлық психикалық және физиологиялық тәуелділік тудырады. Төтенше жағдайларды азайту үшін алдын алу, білім беру, көмек көрсету және ақпараттандыру қажет. Әр адамның және қоғамның жауапкершілігі қауіпсіз өмір салтын сақтау. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.